Украинадағы жағдайға байланысты біз қазақстандық сарапшылардың пікірін сұрап білуді жөн санадық. Қазір саясаттанушы Расул Жұмалы студиямен байланысқа шығуға дайын. Кеш жарық, Расул, сонымен Украинадағы Евромайдан немен аяқталуы мүмкін? Кеш жарық, менің ойымша Украинадағы қазіргі жағдайдың аяқталуы тек қана осы мәселені бақылап отырған сарапшыларға ғана емес, жай азаматтардың өзіне де белгілі. Оның аяғы әрине Украинаның Еуропаға қосылуымен, сол Еуропалық одақтың мүшесі болуымен аяқталатыны бүгін меніңше барлығына анық. Тиісінше бұл мәселеге меніңше қалай келетіндігі жайында. Яғни Украинада Янукович осы биліктен кету арқылы ма, үкіметтің отставкаға берілуі арқылы ма, қалай болғанда да бұл украиналық халықтың, украиналық азаматтардың қазіргі жасап отырған өздерінің ықтияры, және ең бастысы әрине осындай өзгерістердің өркениетті жолмен іске асуы. Егер Украинада билік ауысса, бұл Қазақстан мен Украина арасындағы қатынасқа қалай әсер етуі мүмкін? Соңғы 10 жылдықта Украинадағы билік бірінші мәрте ауысты. Кучманың орнына Ющенко келді, Ющенконың орнынан қазір Янукович келіп отыр. Әрбір жағдайда әрине бұл Қазақстан мен Украинаның арасындағы ынтымақтастыққа айтарлықтай әсер еткен жоқ. Сондықтан мәселе тұрақтылық сақталатын болса, бірақ Украинадағы жағдай менің ойымша Қазақстан үшін сабақ болуы қажет. Біріншіден, Ресей өзінің экономикалық ықпалын пайдалана отырып, осы елге саяси ықпал жасап отырған біз көріп отырмыз, қысым жасап отырған. Сондықтан тек қана бір елге қарайлай берудің, бір елмен ғана ынтымақтастық орната берудің меніңше Қазақстан үшін де қажет жоқ, басқа да елдермен балама болу керек. Екінші маңызды мәселе Украинадағы жағдайды қазір Қазақстанда отырып біз Ресей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы бақылап отырмыз. Бір жақты, яғни Ресейдің трактовкасын көріп отырмыз. Бізге өзіміздің егеменді, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары керек. Украинадағы жағдайды шын мәнісінде біреудің көзқарасы арқылы емес, өзіміздің отандық сарапшылардың көзқарасы үшін арқылы бақылау мәселесін алғанда. Рахмет.